Интернет бұл керемет. Мұнда оқуға, ойнауға, бейне көруге және достармен сөйлесуге болады. Бірақ желіде қауіптер де бар. Достар, сендер фишинг не екенін білесіңдер ма? Жауабы балға аулау емес. Фишинг деген адамдарды интернетте қармаққа түсіру. Олар сен логиніңді, құпия сөзіңді, ақшаңды ұрлау тәсілі. Олар өзін банк, ойын, мектеп немесе достар сияқты көрсетеді. Сілтемеге өтуді, құпия сөзді немесе карта номерін енгізуді сұрайды. Ал сосын бам, сенің деректерің олардың қолында. Тамира, қара, хабарлама келді. Сен телефон ұтып алдың, сыйлық алу үшін бас. Бұл SMS арқылы фишинг. Мына банктен келген хат, сіздің шотыңыз бұғатталды. Тез арада пароль енгізіңіз. Бұл поштадағы фишинг. Олар банк немесе танымал адамдардың картиналарын қолданады. Ал әлеуметтік желіде біреу жазса, сәлем, бұл мен фотосурет немесе SMS кодты жібер десе, бұл мессенджердегі фишинг. Мысалы, саған сен туралы жаман нәрселер шықты ма деп тексеріп сұрайды. Сен келісесің, сен жеке деректерін сұрайды. Бірақ ешқандай тексеріс болмайды. Олардың мақсаты сен жеке деректеріңді алу. Алаяқтарға түсіп қалмау үшін маңызды ереже. Күдікті сілтемелерге өтпе. Сайтқа сенімді болмасаң, құпия сөз бен деректерді енгізбе. Сайттың мекен-жайын тексер, ол шынайы болу керек. SMS-тен келген кодтарды ешкіммен бөліспе. Егер сен бір нәрсеге күнәмді болсаң, ол жайлы міндетті түрде ересектерге ескерт. Тамира, не болып қалды? Бәрі дұрыс па? Мен құпия сөзді кездейсоқ енгізіп қойдым, енді қорқып отырмын. Уайымдама, ең бастысы неме қалма. Дереу ересектерге айт, құпия сөзді ауыстыр және сайттың қолдау қызметіне жаз. Егер өзің жасай алмасаң, атаңнан немесе мұғалімнен көмек сұра. Ең бастысы тез әрекет етсең, бәрін өзгертуге болады. Интернет бұл керемет. Бірақ абай бол. Фишинг бұл алдау, қармаққа түспе. Сілтемені баспай тұрып, оған. Егер сен фишингтің құрбаны болсаң, ең алдымен ересектерге айт. 102 нөміріне қоңырау шалып, барлық аккаунттардың құпия сөзін ауыстыр. Интернет мүмкіндіктер әлемі. Ең бастысы ақылды және сақ бол.